саламатсыздар ма? Мен Халилова Асылзада Бадленна, жоғары инженерлік технологиялық колледжінің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы. ЛС 921 топ кураторы. Ұлы мереке, ұлы жеңістің 75 жылдық мерекесімен құрметті қазақ елі сіздерді құттықтай отырып, ұрпақтар ұмытпайтын ұлы жеңіс атты тәрбие сағатын сіздерге ұсынбақшымыз. Тәрбие сағатымыздың мақсаты тәуелсіздігімізді тәу ету, ұлы жеңісті дәріптеу, кейінгі жас өскелең ұрпақты патриоттыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу. Жеңіс күні бұл ерен ерлеріміздің ержүректілігі мен төзімділіктерін паш ететін, тарихта мәңгі қалатын күн. Биыл ұлы жеңіске 75 жыл. Жеңіс арман болған жеңіс. Миллиондаған адамдар 4 жыл бойы минуттап, сағаттап сарыла күтті. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап кеңес халқы жан тәнімен отанын қорғады. Әрбір село, әрбір қала үшін кескілескен ұрыс болды. Қанішер, неміс басқыншыларымен кеңес азаматтары аянбай шайқасты. Ақыры олардың үміті мен сенімі ақталып, армандары орындалды. Бірақ ол жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Жеңіс жолында отан үшін от кешіп, миллиондаған асыл азаматтар мерт болды. Жаумен жан аямай шайқасып, ерліктің ерен үлгілерін көрсетті. Ешкімде, еш нәрсе де ұмытылмақ емес. Соғыс жер бетіндегі тіршілік атаулының бәрін жалмап жұтатын тажал. Сол қанды кезеңді еске түсіріп, елестететін газет, журнал материалдары, немесе радио, телехабарлар, кинолар, аталар ерлігін мақтаныш тұта бізге жеткізді. Содан бері жарты ғасырдан астам уақыт өтсе де, еш нәрсе ұмытылған жоқ. Екінші дүниежүзілік соғыстың өрт шарпылмаған шаңырақ кем-де-кем. Екінші дүниежүзілік соғыс адамзат баласына өмірдің қымбат екенін танытты. Өмірді сыйлауды үйретті. Тұтас елді, ұлтты құртуды мақсат еткен адам баласының қолымен жасалған қылмыстың қаншалықты ауыр болатынын санаға сіңірді. Өзі де, сөзі де от пен оқтың арасында ер жеткен Сырбай Мауленовтың соғыстан қайтқан солдаттар өлеңі осы орайда еріксіз ойға оралады. Жаутаңдап қарап дала тұр, көз жасын сүртіп жаңа бір хабарсыз ұлын сұрауға жолыңды тосып ана жүр. Қанша үйдің ұрлап адамын, қанша үйде сөніп қалды оттар, көрдің бе ұлын ананың соғыстан қайтқан солдаттар. Кешікпей жарым келер деп, төрінен сайлап орынды, батысқа қарап елеңдеп, ару жүр тосып жолыңды. Көтерді бәрін ауырдың, азамат болып ардақтар, көрдің бе жарын арудың соғыстан қайтқан солдаттар. Кетерде солдат жарының ішінде қалған ана жол, көкемді айтпай танырмын деп бір сәби қала жүр. Қайрылмай қалай кетесің, хабарсыз қалай ол тоқтар, көрдің бе оның көкесін соғыстан қайтқан солдаттар. Қаралы қағаз жіберіп, қаншама қайғы саудықтар барады үнсіз түнеріп, соғыстан қайтқан солдаттар. Біз бейбіт
елдің ұрпағы. Тәуелсіз елдің жасампаз ұрпағы. Ұлы жеңіс туралы сіздің пікірлеріңіз қандай? Жарқын болашақ, бақытты ғұмыр сыйлаған аталар, апалардың еңбегі ешқашан ұмытылмақ емес. Солардың қасиетті рухы бүгінгі бейбіт тірлігімізге мәңгі шуағын шашпақ. Бұл күннің қадірін біз қайтарылмайтын миллиондардың қанымен қастерлеп, ұрпақтан ұрпаққа салмағы мен салтанатын арттырып жеткізе беретін боламыз. Тәуелсіздігіміз одан әрі тұғырлана бергей. Біздер бұрынғы батыр бабаларымызбен кешегі майдангерлерден өсіп отырған ұрпақпыз. Қанша жылдар өтсе де дүмпуі дүр сілкіндірген ұлы отан соғысының әсері баршамыздың жүрегімізде. Ел басына күн туғанда қазақтың қайсар ұл-қыздары от пен оқтың арасында жүріп, отанымызға жеңіс сыйлады. Біз отан қорғау жолында жанын құрбан еткен бозақтардың қанды балақ шайқастағы ерлігін, майдангерлер хаттарын көркем шығармалардан, соғыс туралы кинолардан көріп өстік. Болашақ өмір ұрпақ үшін жанын қиған ата-бабаларымыздың ерліктері ғасырлар өтсе де ұмытылмастай тарихта жазылды. Қан майданның төрінде жаумен жанын қия айқасқан батырлар ағаларымыз бен апаларымыздың рухына бас иіп мәңгілік тағзым етеміз. Жеңіс күні барша халықтың жеңісі. Жыл сайын 9 мамыр күні баршамыз жайықтың жағалауында орналасқан мәңгілік алау басына жауынгерлеріміздің тас мүсініне айналған бейнелеріне гүл шоғын қойып, ерлікпен қаза тапқан батыр елімізді еске алып, рухына тағзым етеміз. Бұл жеңістің 75 жылдық мерекесі тағы да құтты болсын деп отырып, тәрбиесі атымызды аяқтай келе, елдік пен ерліктің киесіндей, батылдық пен батырлықтың иесіндей болған аты аңызға айналған тұлға, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының өз даусымен жазылған бейнежазбаны сіздерге ұсынбақшымыз. Біз майданда болып, белуардан қан кештік, тылда жүріп, көз жасымызды көл өттік. Күн түн демей еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында, ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп, оны абыроймен ақтадық. Бұл жеңіс бізге арзанға түскен жоқ. Ел дегенде еңіреген ерлеріміздің қан майданда құрбан болғандар аз емес. Қол аяғын беріп, мүгедек болып қайтқан ерлеріміз де аз емес. Ұлы отан, туған елім, туған жерім, ұлы отан соғысының жалынына шарпылмаған біздің елде бірде бір семей жоқ. Соғыс қайғысы, соғыс мұңы әрқайсымыздың басымызда болды. Солдаттың сағынышы, ата-ананың қайғысы, жардың мұңы, жетім-жесірдің көз жасы әрқайсымыздың басымыздан өтті. Мен өзім 40 жыл қырғында тірі қалған жандардың бірімін. Сол сұрапыл қырғын соғыста еліміздің талай саңлақ батырларының, ақылды ерлерінің қаза тапқанын мен өзім көзімменен қан майдан көрген. Менен артық, менен батыр, менен ақылды жігіттер өліп кеткен көзіммен көрген. Олардың имандары жолдас болсын. Олар ұлы отанымыздың тәуелсіздік үшін жан, тән аямастан соғысты, тәуелсіздік үшін жан тәсіл етті. Имандары жолдас болсын.